Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге осы видеода ажурные блинчикидің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, тамашалаңыздар. Шұңғыл ыдысқа 2 жұмыртқаны шағып аламыз, және де үстіне 3 қасық қантымызды қосамыз. Бұл блиныға кететін барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Және де 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Бөлме температурасында тұрған жылы 250 грамм сүтті құйып, венчиктің көмегімен барлық массамызды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқан массамыздың үстіне ситадан өткізілген 150 грамм ұнымызды қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Оны жақсылап араласқаннан кейін, енді массамыздың үстіне қайнап тұрған 250 грамм суымызды құямыз. Және венчиктің көмегімен тоқтамастан үздіксіз араластырамыз. Міне осымен біздің қамырымыз толығымен дайын болды. Қызып тұрған табаның үстіне бірінші блиныға ғана майымызды жағамыз да айналдырып қамырымызды құйып шығамыз. Қамырға ыстық су құйылғандықтан біздің блиныларымыз видеодан көріп отырғандарыңыздай тесік-тесік болып шығады. Және келесі жағына аудара отырып, барлық блиныларымызды осылайынан пісіріп аламыз. Осымен мен өз видеомды аяқтаймын. Рецепт ұнап жатса жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар.